Жігітте жігітте бар, азаматы бір бөлек, тұлпарда бар, қазанаты бір бөлек деген аталы сөз бар ғой. Киелі сарайшықтың қайта түлеуіне өз жарқын қолданбасын қалтырып, орта ғасырлық сарайшықта жаңадан сапар орталығын ашу, оны музейлендіру ісіне қоғам қайраткері 2012-2016 жылдары Атырау облысы әкімдігінің бірінші орынбасары болған Ғұмар Ислямұлы Дүйсенбаев өзінің зор үлесін қосқан болатын. Жерлестерінің қолынан қасиетті мандатты алып, Атырау облысынан халық қалаулысы болып сайланған Ғұмар Ислямұлы 2016-2013 жылдары Сенат депутаты бола жүріп, сарайшыққа республикалық бюджеттен қаржы бөлу мәселелерін Қазақстан Республикасы парламентінде көтеріп, мемлекеттің қолдауына ие болды. Осы еңбегінің нәтижесінде қасиетті мекенде сапар орталығы салынып, оның іші заман талабына сай музейлендіріп, Ғұмар Ислямұлының бұл тұрғыдағы ерен еңбегі ұмытылмайды. Бүгінде сапар орталығына келуші туристердің саны артып келеді. Сарайшық тарихы алыс жақын мемлекеттердің тарихы іңкәр жұртшылығын қызықтырып отыр.